Мен Жамбыл облысы Тұраррысқұлов ауданы Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Тобықов Маулен Төлебайұлы. Қазір 7-ші сыныптағы қазақ тілі пәні бойынша ел үшін туады атты тақырыбында сабақ өтемін. Оқу мақсаты: мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазу. Оқшау сөздердің қызметін түсіну және ажырата білу. Ел үшін туады тақырыбында бейнероликті мұқият көріңдер. Қазақстан халқы еліне қорған болам деп, құрбан болғандарды қайғыра еске алады. Іштен шыққан жауға қарсы тұрып, ажал құшқан атпал азаматтар Даниэль Майлыбаев, Берікжан Қалиев, Досбол Сапарда жаңа заман батырлар десек артық айтқандық болмас. Отан алдындағы борышына ақтық демі қалғанша адалдық танытқан азаматтардың өмірі мен өлімі баршамызға өнеге. Ер жігіт ел үшін туады, ел үшін өледі. Бабадан балаға тараған бұл нақылдың әлі өміршең екенін дәлелдеп кеткендердің бірі Даниэль Майлыбаев. Саналы өмірін елге қызмет етуге арнаған азаматтың адалдығын Бексұлтандай баласы да жылап тұрып еске алады. Бабам жақсы адам. Жақсы адам ол, ұрыспайды. Айтқан жұмысты жақсы істейді. Жақсы істейді. Бала өзі шын берілген, әскери тәртіпке көнімді бала. Менің өзімде Совет одақ кездерінде шет мемлекеттер арасында диверсиялық жұмыстарда істегеннен кейін балаларымды әскери маман ретінде көргім келді. Декабрьде 41-ге толар еді. Сұм ажал алып кетті арамыздан. Берік Қалиев та атына зат сай азамат еді. Соңына дейін беріктік танытып, өлімді қасқая қарсы алды. Ал әдепкі өмірде әдепті кішіпейіл болған көрінеді. Бала кезімізде жаңағыдай әскери адам болатынына біздер қасында жүріп сезіп жүретін едік. Енді жалпы жақсы азамат, жаңағыдай батыр атағына өте лайықты деп. Ешкімді текке ренжітпейтін еді. Бала кезінен үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетіп жүретін, елгезек, қажет кезде көмектесуге дайын тұратын. Небәрі 19 жасында жан тапсырған боздақ Досбол Сапардың өлімі де құрбы құрдастарына ой салса екен. Әскерге ұмтылып, елді қорғау қызметіне өз еркімен барған жігіт өз туралы тек жақсы әсер қалдырған. Рядовой Сапар. Қатардағы жауынгер Сапар Досбол Еркінбекұлы менің сарбазым болды. Досбол біздің бөлімшеге келген күннен бастап өзін тек жақсы қырынан көрсетті. Басшылық тарапынан ескерту алған емес. Өзінің қатарластарының арасында үлкен абыройға ие болатын. Біз оны ұмытпаймыз. Ендігі міндет отан үшін жан қиған ерлерді естен шығармау. Сонда ғана олардың өлімі босқа кетпей тірі қалған біздер арымызды сақтап қаламыз. Жандос Жұмабек, Бақтияр Хамит, Хабар. Бұл бейнероликті көру барысында ойларыңызға ой түйіп, яғни әр азамат өзінің туған жеріне, отанына деген сүйіспеншілігін, махаббатын, яғни қолынан келгенше аямай еңбек ету мақсатында көрсетіліп отыр. Қысқаша айтқан кезімізде атаңның баласы болмай, халқыңның баласы бол деп айтып кеткім келеді. Ендігі келесі тапсырма, құрметті оқушылар, оқылым дағдысы бойынша жеке жұмыс. Яғни бірінші тапсырма, берілген мәтінді оқып, проблемалық сұрақтан құрастыру керек. Яғни мәтін беріліп отыр, сол мәтінді оқиясыздар да, сол мәтіннің аясында негізгі сұрақ емес, яғни проблемалық сұрақтардан өмірмен байланыстыра отырып, 3 сұрақтан құрастырасыздар. Келесі тапсырма, жазылым дағдысы бойынша жеке жұмыс, қалыптастырушы бағалаудың тапсырмасы, яғни мәтінді мұқият оқып, синонимдік қатар құрай алатын сөздер мен сөз тіркестерін тауып, оларды синонимдермен алмастырып, жинақы мәтін жазу керек. Яғни сіздерге беріліп отқан мәтін Ұлы Отан соғысы туралы жайлы болып отыр. Осы мәтіннің аясында, яғни
синонимдік қатарлар құрай алатын сөздер мен сөз тіркестерін алмастырып жинақы мәтін жазуларыңыз керек. Мысалға, осы мәтінде тұңғыш деген сөз берілсе, оның синонимі алғашқы болады. Ал сөз тіркесі, яғни қайсарлығы мен жүректілігі деген сөз тіркесі берілсе, оның синонимдік қатары, яғни батырлығы болады. Сол сияқты сол жердегі бірнеше сөздерді синонимдік қатарға алмастыра отырып, жинақы мәтін жазасыздар. Үшінші тапсырма жазылым дағдысы бойынша тағы да, яғни жеке жұмыс. Оқшау сөздерді қатыстырып, оқылым мәтіннен 5-6 сөйлем құрастырыңдар. Яғни бұл жерде бағана сіздерге бірінші мәтін берілген, сол мәтіннің аясында 5-6 сөйлем құрастырып, яғни оған өздеріңіз білетін өткен сабақта өткенбіз, оқшау сөздердің 3-ке бөлінеді, яғни қыстырма сөз, одағай сөз, қаратпа сөз. Осындай сөздерді, яғни оқшау сөздерді қатыстыра отырып, 5-6 сөйлем құрастырып жазасыздар. Төртінші тапсырма жазылым дағдысы. Бұл да жеке жұмыс, яғни бұл қалыптастырушы бағалаудың тапсырмасы. Берілген сөйлемдерден оқшау сөздерді тауып, тиісті тыныс белгісін қойып, көшіріп жазыңдар деп тұр. Яғни бұл жерде 6 сөйлем берілген, осы 6 сөйлемнің ішінде сөйлемнің соңында қойылатын тыныс белгі тек қана нүкте ғана беріліп отыр. Ортасында, яғни оқшау сөздерді оқшаулап көрсететін, немесе қаратпа сөзді, қыстырма сөзді, одағай сөздерді оқшаулап көрсететін тыныс белгілер қойылмаған. Сондықтан, мысалға, мына бір сөйлемді алсақ, шіркін сол күнге жетсек, яғни бұл жерде көңіл күйді білдіріп тұрған, яғни қуанышты көңіл күймен айтылып тұр. Сонда бұл жердегі тыныс белгі шіркін деген сөзден кейін барып үтір қойылады. Сонда шіркін сол күнге жетсек деген сөйлем шығады. Осы тапсырмаларды орындап болғаннан кейін бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар.